Алматыдағы нөмірі 174 мектеп-гимназияда оқушыларға арналған сиқырлы саусақтар қуыршақ театры ашылды. Театрдың мақсаты балалардың шығармашылық қабілетін дамытып, сахна мәдениетіне баулу, сондай-ақ ұлттық және әлемдік театр өнеріне қызығушылығын арттыру. Ашылу салтанатына мемлекеттік қуыршақ театрының ардагер актрисалары арнайы келді. Өнер майталмандары қуыршақ театрының лентасын қиып, жас өнерпаздарға баталарын берді. Шара барысында актрисалармен шағын сұхбат ұйымдастырылып, мемлекеттік қуыршақ театрының 90 жылдық мерейтойы насихатталды. Жаңа театр алаңы енді мектеп оқушыларының шығармашылық орталығына айналып, жас таланттарды қолдауға бағытталған жұмыстарды жалғастыратын болады. 174 гимназияға біз келіп отырмыз қонаққа. Неге десеңіз, бұл жерде сиқырлы саусақтар қуыршақ театры ашылып жатыр екен. Оларға біз сәттілік тілейміз. Қойылымын көрдік, әдемі, перчатный қуыршақпенен қойылымдарын көріп отырмыз. Өте әдемі. Мен тілеймін сәттілік. Мен ойлаймын, өнерді жақсы көрген адамдар ұзақ өмір сүреді. Неге десеңіз, қуыршақтан бастап отырсыз. Қуыршақ мысалы, өз басым қуыршақ театрына 69 жылы келдім. Әлі күнге дейін жұмыс істеп жатырмын. Пенсияда болсам да, неге десең, әлі балалық шағым әлі біткен жоқ. Әже болсам да. Сондықтан сіздерге тілеймін, ұзағынан болсын, жолдар ашық болсын, жақсы қойылымдар көп болсын. Қазақ халқының салт дәстүрі мен ұлттық құндылықтарын жас ұрпақтың бойынан сіңіру бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі. Осы мақсатта қалалық 9 тосқауыл зияткерлік танымдық байқауының аудандық кезеңі ұйымдастырылды. Байқауға қатысқан оқушылар өздерінің білімін, тапқырлығын, жылдам ойлау қабілетін көрсетіп, түрлі бағыттағы тапсырмаларды орындады. Ұлттық рух пен білім додасында әр команда барын салып, жоғары нәтиже көрсетуге тырысты. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші орынды нөмірі 174 мектеп-гимназиясы, екінші орынды нөмірі 176 мектеп-гимназиясы, үшінші орынды нөмірі 192 жалпы білім беретін аралас мектеп иеленді. Бұл жеңіс оқушылардың талпынысы мен ұстаздарының еңбегінің жемісі. 9 тосқауыл танымдық интеллектуалдық ойынның аудандық кезеңі өтті. Әрине, бұл ойында оқушылардың ұлттық құндылықтарды, қазақ киносы туралы және шығармашылық ізденістерін танытатын үлкен ойын болды деп есептеймін. Аудан бойынша 14 команда қатысып, ол командалардың арасынан жүлделі жеңімпаздар анықталды. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Алматы қаласы номер 221 жалпы білім беретін мектепте заң мен тәртіп, балалар мен жол қауіпсіздік аймағы жобасы аясында іс-шара өтуде. Бұл іс-шарада оқушыларға жолда жүру қауіпсіздік ережелері көрініс арқылы көрсетілді. Бүгін мектебімізде жол қауіпсіздігіне арналған іс-шара өтті. Іс-шараны аудандық полиция қызметкерлері ұйымдастырып, 2 және 3 сынып оқушыларына арнайы көрініс көрсетілді. Полиция қызметкерлері балаларға жолда жүру ережелерін түсіндіру мақсатында шағын сахналық көрініс дайындап, бағдаршамның қызметін, жаяу жүргіншілер өткелінен дұрыс өтуді және жол үстіне қауіпсіздік ережелерін көрнекіліктер арқылы көрсетті. Жалпы бүгінгі іс-шара туралы ойыңыз қандай? Бұндай іс-шаралар жиі ұйымдастырылып тұру керек па? Бұл шара жайлы бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Өздеріңіз практикалық тұрғыда қандай жол, көлік оқиғалар орын алып жатыр практикалық тұрғыда. Жиі орын алатын құқық бұзушылықтарды көрініс ретінде театралдық көрме сияқты қылып, мына жағы практикалық жағдайда сіздерге көрсетілді балдарға. Мен ойлаймын, оны ауызша айтқанша өстіп көрсеткен, өз көзімен көрген жақсы әсер береді деп ойлаймын. Бұл бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Ал жалпы мектептер мен Наурызбай ауданы бойынша барлық мектептерде менің көмекшілерім өзім бастап, басқа мектептерде біз кездесулерді ұйымдастырып жатырмыз. Басқа да сұрақтар бойынша бұл бүгінгі тақырып жол көлік оқиғалары, жол қауіпсіздігі сұрағы. Біз басқа да құқық бұзушылықтарға байланысты заңды түсіндіру мәселелері бойынша кездесулерді ұйымдастырып отырмыз жүйелі түрде. Әр біздің қызметкерге бекітілген мектеп бар, сол мектептерде жұмысты жүргізіп отыр. Балалар қызыл түсте тоқтау, сарада дайындалу, жасылда жүру керектігін, жолдан өтерде екі жаққа қараудың маңызын және жолда абай болу қажеттігін көрініс арқылы меңгерді. Полиция қызметкерлері оқушыларға қауіпсіздік ережелерін нақты мысалдармен түсіндіріп, сұрақтарға жауап берді. Бүгінгі өтілген іс-шара мынау заң мен тәртіп Қазақстан қауіпсіздік ортасы ретінде балаларға жолда жүру ережесін өз көздерімен көрініс ретінде көрсету мақсатында. Сөзбен айтқанда балалар қабылдайды,
бірақ естерінде сақтамайды. Бүгін өз көздерімен жолдан өткен кезде балалардың қаншалықты қауіпті екенін көрсеттік. Мысалы, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, автобустың алдынан балаларды байқап жүресіздер, үнемі автобустың алдынан асыққан балалар жүгіріп өтеді. Сол кезде көрінбейтін жерден жеңіл көлік, қандай көлік болсын, балаларды қағып кетуі мүмкін. Сондықтан өз көздерімен көргеннен кейін балалардың естеріне жақсы сақталды, және жолда жүрген кезде сол қауіпсіздік ережелерін сақтайды деген ойдамыз. Бүгін біз балалармен іс-шаралар өттік. Қызықты бізге көрсетті. Жолдар өтушілерді енді біз жолдан өткенде байқап өтеміз. Мариям Аманхан, Алуа Тұрлыбек, номер 221 жалпы білім беретін мектеп. Бүгін біздің мектебімізде жас шекарашы клубының ресми түрде ашылуы өтуде. Бұл клуб оқушыларды тәртіпке және де отансүйгіштікке тәрбиелейтін бастауымыздың бірі болып табылады. 176 мектепте жас шекарашылар әскери патриоттық клубын ашуда. Әскери патриоттық клубтың ашылу негізгі мақсаты осы жастарды отансүйгіштікке, отан алдында өз борышын атқаруға дайындықты тәрбиелеу. Біз осы клубты ашып, ары қарай осы 2 жыл ішінде жастарды негізгі әскери патриоттыққа дайындықты және мемлекеттік шекараны қалай күзету керек, мемлекеттік шекара деген не, сол туралы түсіндіріп, әрқашан сабақ өткіземіз және арнайы дайындық, далалық дайындық сабақтар өткіземіз. Сонымен бірге бізде осы Алматы қаласында бірнеше жас шекарашылар әскери патриоттық клубы бар. Олардың мүшелері жаз кезінде және демалыс кезінде мемлекеттік шекараға шығады. Соған сіздердің мектептердің оқушыларын да шақырамыз. Осы клубтың мүшелерін шекараның ең сызығымен жүрген кезде, сол кезде нағыз патриоттық сезімдер оянады. Бүгін 176 мектеп гимназияда жас шекарашылар клубы ашылды. Әрине, тәуелсіздік күніне орай ашылып жатқан бұл сыныптың үлкен маңыздылығы бар деп ойлаймын. Балаларды отансүйгіштікке, елжандылыққа, туған жерге деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында, болашақта ел қорғау мақсатында осындай балалардың арасында сыныптардың көбеюі біз үшін қуанарлық іс деп ойлаймын. Жаңа бастама құтты болсын. Әрине, өйткені әрбір оқушы отанын қорғайтын, елін қорғайтын азамат болу керек деп ойлаймын. Әрбір ұлдар да және қыздар да бұл мектепке біздің өзіміз 176 мектеп гимназия керек деп ойлаймын. Ең бастысы оқушылардың әскери патриоттық сезімін ояту. Бүгін номер 176 мектеп гимназиясында патриоттық тәрбие мен оқушылардың азаматтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған жас шекарашы клубының салтанатты ашылуы ресми түрде өтті. Бұл іс-шара оқу ордасындағы тәрбие жұмысын жаңа деңгейге көтеріп, жас буынның ел қауіпсіздігіне деген қызығушылығын арттыруды мақсат етті. Клубтың негізгі міндеті оқушыларға мемлекеттік шекараны қорғаудың мәні мен маңызын түсіндіру, отансүйгіштік қасиеттері қалыптастыру, әскери дайындыққа деген ынтасын ояту және де болашақ шекарашылардың алғашқы буынын тәрбиелеуі. Клуб мүшелері алдағы уақытта арнайы сабақтарға, шекара қызметімен таныстыру шараларына, патриоттық бағыттағы кездесулер мен оқу-жаттығу жұмыстарына қатысатын болады. Салтанатты ашылу барысында мектеп әкімшілігі және де шақырылған қонақтар шекара қызметінің басты міндеттері мен ел қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі рөлі туралы баяндап, оқушыларға кәсіби бағыт беру жұмыстарының маңыздылығын атап өтті. Сонымен қатар клубқа қабылдаған оқушыларға арнайы мүшелік куәліктері табысталып, олар ресми түрде жас шекарашы қатарын толықтырды. мектеп лицейінде менің бақытты балалық шағым тақырыбында сурет байқауы өтіп жатыр. Балалар қолдарына қылқалам мен бояу алып, ақпараққа өнерлерін бейнелейді. Әр суретте жүректен шыққан үміт, балалық шаққа деген махаббат пен шынайы сезім бар. Бұл байқау тек жарыс емес, бұл әр баланың жан дүниесін, тыныш әлемге деген тілегін сурет арқылы жеткізген мереке.
Ағай, бүгінгі сурет байқауы жайлы не айта аласыз? Енді мен бүгінгі сурет байқауы жайлы айтқанда, әртүрлі жастағы балалардың әртүрлі көзқарасы болады. Мысалы, бастауыш класстың баласының көзқарасы мен 11 жастың баласының көзқарасы арасында айырмашылық бар. Өйткені оның көру қабілеті, бойы жас өскен сайын адамның көру қабілеті және тәжірибесі жоғарылай түседі. Сондықтан бірақ енді әр балғын суретшінің өзінің кішкентай кезіндегі өзінің де арманы болады. Әр баланың өзі суретті көру, айналасында заттарды көруге деген өзінің құштарлығы, бір нәрсені бейнелеуі. Бүгінгі мынау балалардың жарыста осы өздерінің өнерлерін көрсетіп, балғын бояуларымен сондай жаңа өздерінің бүгінгі көзқарасын әлемге деген бейнелейді деп ойлаймын. Жұмыстарды бағалауда басты назарды неге аударасыз? Басты назар баланың жұмыс техникасына, жаңа красканы қалай қолдану, оны жаңа жұмыс істеген кездегі оның ой ауқымы, салған суреттегі тақырыпқа байланыстылығы, оның жаңағы тақырыпты ашу жөнінде баланың өзінің көзқарасын баға береміз. Байқау қатысушылары менің бақытты балалық шағым тақырыбына өз жұмыстарын ұсынып жатыр. Әр сурет әр оқушының ішкі әлемінің айнасы. Сіздің қатысушыңыздың сурет салуға деген қабілетін қалай және қашан байқадыңыз? Менің оқушыларым қатысып отыр, 4-ші сыныптар биыл. Енді бұлардың суретке қабілеттері негізі біз еңбек бейнелеу сабағында өтеміз ғой. Сол кезде олар өте жақсы сурет салады, суретке қатысып жүрген балалар. Бұлардың енді жаңағы фантазиялары нелер өте керемет. Қалалыққа да орын алған балалар бар. Енді осы мектеп ішінде өткен осы байқауда балаларым, оқушыларым жеңіске жетеді деген сенімдемін. Бекзат, сенің ойыңша бүгінгі сурет байқауы қандай деңгейде өтті? Бүгінгі өткен сурет салу байқауы әрқайсымызға ерекше көңіл күй сыйлады деген ойдамын. Әр қатысушыға алғыс айтамын. Әрқайсыңыз өз талантыңызды, еңбектеріңіз көрсеттіңіздер. Жеңімпаздарды құттықтаймын. Біздің мектепте мектебіміздің атын шығаратын оқушылар өсіп келе жатыр деген сенімдемін. Бүгін қала бойынша құндылыққа негізделген тәрбие коллиметриясы және заманауи сынып жетекші атты практикалық семинар өтуде. Семинарға әртүрлі мектептердің сынып жетекшілері қатысып, тәжірибе алмасуда. Бүгін Наурызбай ауданына қарасты номер 188 мектеп гимназияда керемет семинар, практикалық семинар өтті. Бұл сынып жетекшілерге арналады. Алған менің инсайдым бұл мен баланың бойына біліммен қатар тәрбиені бірге құю керек, яғни құндылықтарды, патриотизмді, сонымен елжандылықты бойына сіңіру керек. Сонымен қатар баланы тәрбие құндылықтарымен, сонымен қатар психологиялық түрде эмоционалды эмпатиямен қолдау білдіру арқылы баланы қоғамның болашақ мүшесі ретінде тәрбиелеу бұл сынып жетекшісінің ең үлкен маңызды міндеті және рөлі екенін бұл осы семинардан инсайт ретінде алдым. Бүгін біздің мектебімізде құндылыққа негізделген тәрбие коллиметриясы мақсатында үлкен қалалық семинар өткізілді. Бұл семинарды барлық аудандарда өткізілсе деген ұсынысым бар. Және бізде сол жерлерге барып жас мамандардың іс тәжірибесімен бөліскіміз келеді.
Иә, әрине мен өз тәжірибеммен бөлістім басқа мектептің мұғалімдерімен. Бұл жерде мен көрсеткенім биіктік мұнарасы деп аталатын әдіс. Ол әдіс арқылы біз оқушылардың ұйымшылдығын, бір-біріне деген достық сезімін, бір-біріне деген ынтымақтастығын арттыруда өте керемет нәтиже көрсететін әдістердің бірі. Семинардың мақсаты құндылыққа бағытталған тәрбие берудің жаңа тәсілдерін таныстыру және сынып жетекшілердің кәсіби шеберлігін арттыру. Практикалық бөлімде қатысушылар нақты тәсілдемелермен танысып, өз сабақтарында қолдануға болатын құралдарды меңгерді. Бүгінгі семинарымыз өз мәресіне жетті. Семинарға келген ұстаздар өзінің тәжірибелерімен алмасып, жаңа идеяларға толықты. Мұндай іс-шаралар біздің қаламыздың дамуына үлкен үлес қосады.